Баршаларыңызға қайырлы түн. Қалдарыңыз қалай? Түндеріңіз тыныш болсын. Түндеріңізді біз қазір тыныштығын сәл ғана бұзып, бүгін тікелей эфирге шықтық. Тікелей эфиріміз өте тамаша болады деген ниетіміз бар. Бүгін жас талант Мағжанмен бірге бізде тікелей эфир болады. Сәлем абай. Мен қазір Мағжанды тікелей эфирге шақырып отырмын. Мағжан тікелей эфирге қосыла ғой. Бірігіп, тікелей эфирді керемет Абай жатасыз. Қататсыз. Көрермендердің көңілінен шығады деген үміттемін. Бүгін өте керемет ән-шашулар болады. Жас талантты қолдау мақсатында қазір біз Мағжанды тікелей эфирге қосатын боламыз. Апай қататсыз жата. Баршаларыңызға қайырлы түн. Сәлем. Мағжан, қосыла ғой, қосыла алмай жатсың ба? Сені шақырып жатырмын, үндемей отырсың. Не может присоединиться, неге? Неліктен қосыла алмай жатсың, Мағжан? Тікелей эфирде отырсың, көріп отырмын сені. Қосыла ғой. Бүгін Мағжанның парақшасына кіріп жазылып жатқан кісілер болса, ол баланың керемет өнерін байқаған боларсыздар. Сол өнеріне байланысты сұхбат жүргізетін боламыз бүгін. Жақсы сұхбат болады деген үміттемін. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Апай қататсыз. Техникалық ақаулар болып жатыр ау деймін. Сәл күте тұрайық. Бүгін бізде керемет тамаша тікелей эфир болады деген үміттемін. Бүгін бізге гитарамен керемет қылып Мағжан ән шашу дайындап қойды. Сондықтан қазір ән шашудан тыңдап, бомбический болады тікелей эфиріміз. Сондықтан қолдап отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса жаза отырыңыздар. Оқырманнан сұрақ болса. Мағжанды қоса алмай жатырмын. Үшінші рет запрос жібердім. Все, апай сәлем. Мағжан, Жақсы. Қалайсың, жаным? Құдай берген. Алла шүкір, жас. Ал, қош келдің біздің бағдарламаға. Келіскеннен алғыс, жасына қарамай жас талант болған соң сені бүгін тікелей эфирге шақырып отырмын. Сенің өнеріңе сүйсінгендіктен, ары қарай дамып жұлдызың жансын, бағың жансын деп Мағжан сені тікелей эфирге шақырып отырмыз. Өзіңді таныстыра кет, бірінші жасыңды айт, есіміңді, қайда тұрасың, бәрін айта кет. Менің атым Мағжан, жасым 14-те, Нұр-Сұлтан қаласында тұрам. Ой, тамаша, керемет. Бір жерде тұрады екенбіз, бір қалада. Все, я. Ал, енді өзіңнен бір ән шашу болса, бастаған көңіл күйімізді көтеріп бір ән шашу. Давайте, кеттік. Бұртиғаныңды сүйдім, сүйгенім үшін дейдім, неге сен дегендей дауылдық қиға. Топиғаныңды сүйдім, сүйгенім үшін дейдім, иесі бөлек аннан бар едім. Келдің қолың шай қайнат, қуғын салар айғайлап, алматыда пайпайлап, думандатып айғайлап, келейікші ей тоқталап. Аяқ өзің қадірлім, ақсүнді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағынмын, жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағынмын. Ой, керемет, молодец, жарайсың, күшті, өте тамаша. Өнеріңе тәттімін, молодец, жұлдызың жансын. Енді әрине мына жұлдыздардың көп жұлдыз болып жатқан кезде, Мағжан өзің білетін шығарсың, қазір арасында тосын сыйлар болып тұрады, яғни тосын сұрақтар, мен саған жіберген сұрақтардан бөлек тағы да басқаша сұрақтар туындайды. Яғни қазір сен мына әншілікке Құдай қаласа аяқ басатын болсаң, жаса, білесің ба? Я білем, бірақ онымен никогда olmayın.
ол аурумен. Құдай қаласа, сол жұлдыз ауруың саған жоламасын деп тілеймін. Себебі сені Әмин. өсіретінде халық қой. Сен халықпен бірге тең болсаң, сені аспанына көтеріп, сені жұлдыз қылады. Сондықтан жұлдыз болуыңа тілектеспін. Ал келесі сұраққа айтқыңыз келсін. Кішкентайыңда кім болуды армандадың? Қазір кім болуды армандадың? Кішкентайымда ол кезде тоже әнші. Осы елге танылсам деген оймен. Арманым сондай болған. Енді қазір саған гитара әуестік пе, әлде сен өміріңмен байланыстырғың келе ма өнерді? Сол өмірмен байланыс келеді, өмір. Өнерді өмірмен. Досың көп те қазіргі таңда? Я, досым көп. Досым көп, я. Бірақ оларды жан... Сырыңды айтатын, Жоқ. сені тапсыратын досың, 3 досыңды атап кете аласың ба? 3 досымды, жоқ, мен барлығымен досым, бірақ олай жармаймын өзім. Жан досы. Достарым көп, бірақ барлығымен досым бірдей. Сырласың жоқ па, сырыңды айтасың? Сырласым бар, я, достарым, жақын достарым бар. 3 ма, 10 ба, 8 ба сондай. Жан достарым. Ой, жақсы, керемет, тамаша. Достарың көп болсын. Бағалы сыйлық өміріңде алып көрдің ба осы жасыңа дейін? Бағалы сыйлық? Я, алып көрдім. Қандай? Бағалы сыйлық? Осы гитара. Осы гитара. Гитараң ба? Тамаша. Осын сыйлаған. Мен ба? 8 сыныпта оқимын, 8 сынып. 8 сынып, 7-8 мектепте. Ал енді қазір сен мектепте оқып жатырсың, онлайн оқып жатырсың ба, мектепке барып жатырсың? Онлайн. Дистанционка онлайн. Онлайн, онлайн оқып жатырсың, үйден, қашықтан? Я, үйден оқып жатырсың. Сабақ қиын емес па саған қазір? Сабақ қатты қиын емес. Қатты қиын емес, жақсы сабақ оқуға болады. Ал гитараға қызығушылығың қай жастан бастап оянды? Гитара жалпы бұрында мен гитара тартуды ұнатпайтын едім музыкаға. Бір кезде атам ойнап жатқанда, атамнан көріп, ұнатып қалып солай оянды. Потом 6 сыныптан бастап тарта бастадым. Басқа қандай аспаптарда ойнайсың тағы? Басқа қандай? Жалпы пианино, домбыра, осы гитара үшеуі. Үшеуін ғана ойнайсың? Үшеуін де ойнаймын, бірақ домбыра қатты ойнамаймын, бірақ күйлер білем. Ой, тамаша, қандай керемет. 7 қырлы, 1 сырлы жігітпін дейсің ғой? Иә, рахмет. Қазіргі парақшаңнан табыс тауып жатырсың ба? Саған ұсыныстар түсіп жатыр ма қазір? Қазіргі парақшада жоқ, ондай табыс тауып жатқан жоқпын. Қазір жоқ. Ұсыныстар түсіп жатқан жоқ па? Жоқ, бірақ алдағы уақытта болады деймін. Алла жазса алдағы уақытта. Әрине. Арманың көп пе қазір? Арманым, иә, көп. Бір арманым бар. Осы қазақ еліне танылып, осы қазақ елдің мақтанышы болғым келеді. Осы бүкіл қазақ елді басқа елдерге танығым келеді. Осы әнші болып. Алла жазса. Өлең шығарып талпынып көрдің ба негізі әлде? Апай, осы жақында Алла жазса тәтті қыз деген өлең шығады. Алла жазса. Ой, қандай тамаша. Өзің шығардың, иә? Иә, өзім шығардым. Жоқ, әнін өзім, тоже сөзім басқа балалар көмектесті тоже. Өзім де и басқа балалар да көмес. Сол жағынан. Көрдің бе? Ау? Қызға ғашық болып көрдің бе? Иә, әрине. Иә. Қызға ғашық болғаннан кейін шығып жатыр дейсің ғой әуен. Иә, сондай. Тамаша, тағы да бір әудеп жіберсең күшті болатын еді. Тағы да әудеп. Енді бұл жолы қандасымен. Айша. Өте тамаша. Айша деген қызда жұлдыз болсын деп тілейміз. Ой, какая. Бір минут. Обними меня, отпускай, я твоя, нет и мой рай. Друг без друга навека, остальное все пустя. Обними меня, отпускай, я твоя, нет и мой рай. Друг без друга навека, остальное все пустя. Где-то? Ой,
Тамаша, молодсың, жарайсыңдар, жұлдыздарың жарық болып, жоғары болсын, биік болсын. Керемет. Рахмет. Ары қарай жалғастырайық сұрағымызды. Гитараны қанша уақытта үйрендің? Гитараны мен осы 2 жылда үйрендім. 2 жылда. 2 жылда. Қиын болмады? Я, ең басында қиын болады, потом ары қарай уже оңай. Қарындасыңа әндерді қалай үйретесің? Қарындасың ғой, ә? Қасыңдағы қарындасың ғой, Мағжан? Қарындасың. Өзің бір ғана бауырың ба? Жоқ, біздің үйде 2 інім бар, и 1 қарындасым, мен үлкенім. Ең үлкені. 4 бала. Ой, қандай тамаша. Ал қарындасыңа әнді қалай үйретесің? Қалай жаттатқызасың? Қарындасыма біз әнді қосып, тыңдап жатып аламыз. Потом соны гитара саламыз. Солай екеуміз бірге айтып көреміз. Сол айтып, кавер-сеп жүрміз. Қандай тамаша, керемет. Дәл солай жалғастырыңдар, өте керемет. Ал енді қарындасың екеуің қанша өлең білесіңдер шамамен жатқа? Шамамен енді қарындасым өзі 10-20 өлең біледі гитарамен. Мен айтқанда 10-20 өлең біледі. Сондай 10 соған шама. Қандай керемет. Тамаша. Өзің енді тіпті кітап оқисың ба? Кітапқа қызығасың ба? Кітап оқимын мен. Кітап оқимын. Кейбір кездерде өзім дамыту үшін кітап оқимын. Спорттың қай түрімен айналысасың? Спорттың мен бой без правил деген бар ғой. Сондаймен айналысқам. И күреспен. И тағы болды осы екеуімен. Доп теуіп далада, ауылда балалармен футбол ойнаймын. Уақытым болғанда шығып ойнаймын. Тамаша. Ал негізі өзің арманыңда қай әншімен, танымал әншімен дуэт айтқың келетін еді? Жалпы мен Әділет Жалғажар деген әншімен, ағамен сол айтқым келеді ән. Әділет Жалғажар деген. Қандай тамаша. Ағаммен. Алла жаса, көрсасын, дуэт айтқым келеді. Ал негізі Қазақстанның біздің отандық әншілерден кімді сүйіп тыңдайсың? Отандық, так. Димаш Құдайбергеновті. Тағы Димаш Құдайбергенов. Потом тағы Роза Әлқожаны. Сосын Мейрамбек Бесбаев ағамыз. Ой, қандай тамаша. Енді қарашы, болашақта керемет әнші болып, жұлдызың жанып, бағың жансын деп тілеп жатырмыз ғой. Қомақты ақшаға болың деп ертеңгі күні табысың керемет болып жатқанда, ең бірінші қолға алатын сенің арманың қандай? Үй соғу, мысалға, машина беру әкеңе деген сияқты сондай бір армандарың бар ма? Ең бірінші арманым, бірінші әкеме машина алып беремін, потом анама, әкеме бір пәтер алып беремін. Үй деген. Содан кейін солай, жоғары оқу орны, қандай жоғары оқу орнына түскің келетін еді? Қазір арманыңда бар? Жоғары, бар. Осы Алла жаса 9 сыныптан кейін шабытқа түскім келеді, шабыт деген. Осы біздің Астанада ғой, шабыт? Осы Астанадағы шабыт. Ал енді негативқа реакцияң қалай? Қазір сенде енді парақшаң енді раскручивается, негатив жазады ма? Кейбір адамдар жазады, оған қатты мән бермеймін. Әрине мән бермеуге тырысу керексің. Енді қатты көп жазбайды. Кейбір кездері болады жазатын негатив. Бірақ оған мән бермеу керек сияқты. Оқырманнан сұрақ келіп түсіп жатыр, нешінші сыныпта оқисың дейді. Қайтадан айтыңыз. Мен 8 сыныпта оқимын, 8 сынып. Жасым 14-те, 26 жылым. Енді қазір қара, бізде енді Қазақстанда қазір тойлар тоқтатылып тұр, иә? Бірақ той басталған уақытта тойға шақырып жатса, келесің ба? Әрине, мен кейбір кездерде өзім тойға шығып тұрамын гитарамен. Кейбір кездерде той ашық болғанда. Қазір есте той. Ставкаң қанша? Ставкам жоқ, мен ставка алу істемеймін. Бергенін аламын. Бергенін аласың, иә? Бергенін аламын. Тамаша, керемет. Ал енді тағы да бір ән не қыл жерсің? Тағы бір ән бар, әрине. Енді бұл өлең барша достарға арналады, достарымыз аман болсын.
Қарап тұрсаң тағы өмірдің көп қой саны, қызықтың алда бәрі жүрегім менің мадай, достарым менің задай, бауырлар ғой, баршында жақ қой, жүрегім менің мадай, достарым менің задай, бауырларым бардар ғой, баршында жақ қой, аман болып бәрін, сабыр қамай жанын, сытылмасын әлін, құрдастарым, жүрегім менің мадай, достарым менің задай, бауырларым бардар ғой, басында жақ қой, Молодцы, өте тамаша ән шашу болды. Көрермендердің көңілінен шығады деген ойдамын. Өте тамаша, жарайсың. Көз тимесін, Фатха деп қояйын. Өте тамаша, керемет. Енді ары қарай жалғастырайық. Негізі, вообще осы блогерлыққа қалай қарайсың сен? Блогер болғың келе ма болашақта? Әлде тек әнші ретінде қозғалғың келе ма? Жоқ, мен әншіде жан-жақты болғым келеді. Блогерде, әншіде солай. Әнші, блогерге қазір бар. Ал енді қарашы, қазіргі таңда бос уақытыңды қалай өткізесің? Енді жаңа гитарадан бөлек деген сияқты тағы да. Бос уақытым болғанда далаға шығып балалармен футбол ойнаймын. Өзім анама көмектесемін. Кейбір кезде өзім достарыммен жүремін. Ал енді анаңды ренжіткен кездер болды ма, анаңды? Иә, болды. Болды. Кешірімді қалай сұрайсың анаңнан? Кешірімді жоқ, сұраймын, анамнан сұраймын. Мама, кешірші деймін. Енді олай қайталамайды. Ал әке деген ол ызғарлы болады ғой, әкенің. Сырласасың ба өзің? Иә, сырласам. Әкемен сөйлесем, иә. Сырласқанда, иә, сырласамыз. Ең қатты қуанған кезің есіңде ме? Балалық шақтан бастап осы уақытқа дейін қатты қуанған кездерің болды? Ең қатты қуанған кез. Өзім өмірімдегі бақытты сәт па? Иә. Айта мен енді Инстаграм ашқанда, сол кезде енді бастағанда видеоларым группалар талап, тарап кеткенде сол кезде қуанғам. Тамаша, керемет. Ал ең қатты шошынған кезің болмаса, қорқып қалған кезің? Шошынған кезім так. Шошынған кезім ұмыт қалып жоқ сияқты. Ал өкінген кезің ше, әттең-ай осы кезде осындайды айтуым керек еді болмаса. Өкінген кезім. Мен бір нете болды қандай. Бір тойда, сол кезде бір тойда бір өлеңді айттым. Бірақ та ол кезде той болмады, просто дайындық. Ол кезде просто адамдар жиналып қалған еді. Соларға айтып, келесі күні қайттан сол өлеңді айтқам. Сол кезде соны неге айттым қайттан деп. Сол кезде өкінген. Басқа ән айтуым керек еді дедің ғой? Иә, басқа ән. Чота олардың көліне шықпай қалды сол өлең. Енді ондай кездер болып тұрады. Сол еске алу үшін де керек қой ол. Өзіңе көрдің ба, керемет. Есте қаларлық дүние болды, ертең соны қайталамайсың да мысалға. Мағжан, сұхбатыңа өте рахмет, күшті болды сұхбат. Сізге де рахмет көп. Осыған рахмет. Енді соңғыға тағы бір өлең сіздерге. Ал аншашу тарту ете ғой біздің оқырмандарға. Өте керемет болып жатыр. Сен маған өзі сыйлаған, сен жыласаң жүрегім бірге жылаған. Сәт өзіңді көрмесем жарығым жүрегіммен кеземесің маған. Ғашық болып жүрсің бе мына әлемді, қарасам көз тоймайды мүлден әдемі. Үзіп алып кетпесем ұнататын деп, ғашық болу деген бір бөлек әңгіме. Жүрегімді бер маған емдеп алайын, емдеп алайын. Көңілімді басқаға қайғымен алайын. Жүрегімді бер.
тамаша күшті болды, ән шашуларың, тартуларың керемет болды, өте қатты ұнады. Бағың жансын, Рахмет. жұлдыз бол, жолың ашық болсын, Амин. әрқашанда болашағың жарқын болсын, сенің Амин, рахмет. табынушыларың көп болсын, Мағжан деп менен автограф алып жатсын. Рахмет, аумин. Айтқаныңыз келсін. Жайт апай, қосқан үшін рахмет, сау болың. Рахмет, саған рахмет, сау саламатта бол. Жақсы. Сені сценадан көретін болайық. Шығып кетті. Ал енді Мағжанды болашақта керемет сценалардан көретін болайық. Өте тамаша жас талант деп отырмыз ғой. Қазір мен тікелей эфирді сақтап қоямын. Қайтадан қарап шықсаңыздар болады. Өте керемет әндерді жолдау етті. Және де парақшасына кіріп тіркеліп қойыңыздар. Өте күшті талант, жас талант, тек қана өзінің өнерін салып отырады. Өнері жансын, бағы жансын. Мағжанның өте тамаша жігіт екен. Тек жұлдыз ауруымен ауырмаса болғаны. Қазір жұлдыз ауруымен ауыратын әншілер көп қой, сондықтан тек қана жақсылық тілеймін. Шын жүрегімнен әнші болып танылсын, табынушылар көп болсын деп тілеймін. Баршаңызға рахмет. Тікелей эфир күшті болды, бүгін қысқа болды, бірақ нұсқа болды. Үлкен рахмет сіздерге.